Руханият каналына қош келдіңіз. Сізбен мен Арайлы Далиялымын. Бүгін мен сіздермен өзімнің ақылы терапиямда қолданатын техникамен, жаттығумен таныстыратын боламын. Біз бала тәрбиелеу кезінде көп жағдайда өзіміздің установкаларымызды, өзіміздің көзқарасымызды балаға енгізуге тырысамыз. Бірақ есейген бала өзіндік өмірін сүру үшін, әр кездескен мәселелерді өзі ойланып, өз пікірімен өмір сүре алу үшін біз ең алдымен баланың өзіндік ой пікірін, өзіндік санасын қалыптастыруға, өзіндік санасын дамытуға мүмкіндік жасауымыз қажет. Және денедегі бұлшық ет сияқты сананы да біз жаттықтыруымыз керек. Мысалы, айталық, тоникке тартылатын баланы алатын болсақ, тоникке тартыла алатын бала және мүлдем жаттықпаған бала екеуін салыстыратын болсақ, оның бұлшық етінің дамуына байланысты тоникке тартылып үйренген, жаттыққан бала әлдеқайда тезірек тартылады да, жаттықпаған бала тартылмайды. Себебі оның бұлшық еті ол іс-әрекетке дағдыланбаған. Тура сол сияқты, егер де біз өзіміздің дайын установкаларымызбен, өзіміздің мәселелерден шығу жолын көрсете беретін болсақ, онда баланың өзіндік ойлау деңгейі, өзіндік пікір білдіру, креативті ойлау жүйесі дамымай қалады. Тұнық судың астында бүкіл тастарда, балықтарда көрінетін сияқты бізде егерде өзіміздің ата-анасы, апа, әжесі мен атасының барлығы әртүрлі пікір білдіріп балаға белгілі бір өз установкаларын, өз ойларын енгізе беретін болса, бұл суды лайлаған кезде, қолымызбен араластырған кезде судың асы көрініп кетеді. Тура сол сияқты бала тыныштықта өзінің ойлау деңгейін дамытып, сонда ғана ойы жүйеленеді, тазарады және нақты өзіне қажетті, не нақты қажет, қандай өзінің жақсы қасиеттері бар, қандай өмірге деген көзқарасын қалыптастыру керек деген сияқты нәрселерді өз ішінен табатын болады. Мысалы, біз баламызды мектепке апара жатқанда, не болмаса балабақшаға алып бара жатқан кезде, келе жатқанда міндетті түрде айтып келе жатамыз. Сен дәптеріңді салдың ба, математиканы оқыдың ба, жаттығуын орындадың ба, ручканы салдың ба, қаламын салдың ба, жақсы айт, тыныш отыр, төбелеспе ешкіммен, жан-жағына қарама, ақпаратты тыңдап ал деп, осындай сөздерімізді мектепке жеткенше дейін айтып барамыз. Яғни балада далаға шыққан кезде, о, аспан қандай керемет, жапырақ қандай тамаша, мына жерде гүл өсіп тұр, әне көбелек ұшып бара жатыр деген сияқты ой мүлдем болмайды. Баланы қысыммен біз загружать етеміз, загруженный болып кетіп бара жатады бала. Содан кейін күнде осы әрекет қайталана берген кезде мида белгілі бір қалып қалыптасады. Күнде мектепке бара жатқанда осындай өмірге деген ой пікірі, жалпы мәселелерді шешуге деген пікірі өте бір көңілсіз күйде жүретін болады. Енді кейін есейе келе біз мектепке апармай қалып өзі барған кезде де ол автоматты түрде сіздің үйреткен нәрсеңізді қайталады. Яғни мектепке бара жатқанда мен сумкама салдым ба, не салдым, сабаққа барған кезде не істеймін деген сияқты ойлармен тура сіздің алдында не үйреттіңіз, сол нәрсемен жүретін болады. Себебі ми, мен алдында да айтқам, еріншек, ол алдын ала не үйретіп қойдық, сол нәрсені қайталай беруге үйренген. Сол үшін сіз барыңызды салып, баланың бойында өзіндік пікірді, яғни ойлау жүйесін өзгертуге барыңызды салып әрекет етуіңіз керек. Ал ол үшін не істеуге болады? Баланың креативті ойлауын дамыту керек. Оны дамытудың ең бір жақсы жаттығу түрі бином деп аталады. Бином деген, би деген, екі деген сөзден, екі деген ұғымды білдіреді, яғни екі сөзден құралған сөйлемдер құрастыру. Айталық, мүлдем екеуі бір-біріне ұқсамайтын сөздерді айтып қосуға болады. Мысалы, қазан, алма дейді. Осы екі сөздерді қосып сөйлем құрау керек. Бұл бірінші естігенде өте қарапайым жаттығу сияқты көрінуі мүмкін. Десек те, бұдан 10 сөйлем құрау керек. Екі сөзден, таңдалған екі сөзден 10 сөйлем құрау керек. Басында 4-5 сөйлемге дейін оқушы балаңыз сіздің шаблондағы сөйлемдер құрастыру мүмкін. Яғни, мысалы, қазанда алма тұр деген сияқты. Осындай шаблонды сөздер құрау мүмкін, бірақ 6-7 сөйлемдерге барғанда бала деп ойланып қалады. Неге? Міне, осы деп ойланып қалған кезде әлдеқайда жақсы. Неліктен? Себебі бізде ол жерде бірінші шаблонды сөйлемдер кететін болса, одан кейін адамның ойлау жүйесі қосылады. Мына қозғалмай тұрған, ойлаудың қозғалмай тұрған бөліктер жұмыс жасай бастайды да, адамда жақсы ойлар кездесе барады. Креативті ойлауды біз осылайша дамыта аламыз. Сана дамуға көшеді.
Ал сана даму бұл ұзақ мерзімді процесс. Яғни біз баланың ұзақ мерзімді даму потенциалын осы бір жаттығу арқылы ғана дамыта аламыз. Және балаңызға да сіз мектеп алдында үлкен нотация оқып, көңілсіз мектепте жүруін емес, ал мектептегі ақпаратты белсенді түрде қабылдайтындай позитив сыйлайсыз. Яғни ойын, бәсеке деген адамның көңілін жігерлендіреді. Адам деген белсеніп мектепке жанып баратын болады. Және де ең басты мәселе, сіз балаңызға сатып алмайтын керемет қабілетті сыйлайсыз. Яғни өзіндік креативті ойлау. Егер бұл жаттығуды сіз жетік меңгеріп алсаңыз, онда енді 2 емес 3 сөздерді қосып сөйлем құрайтын болыңыз. Бұл сіздің балаңыздың ғана креативті ойлауын емес, сіздің де өміріңізді әлдеқайда көркейте түсетіні анық. Сонымен бином жаттығуы сіздерге үйге тапсырма. Менімен болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар, құрметпен, Арайлы Далиловна.